28 қыркүйекте атом саласы қызметкерлерінің күні. Осы орайда Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде ғалымдар мен студенттер қатысқан дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жиында атом электр станциясын салу және оны оқыту мәселелері талқыланды. Энергетик мамандардың пікірінше Қазақстанға 2035 жыл 18 гигабайт энергия қажет. Референдумда халық қолдаса, атом электр станциясы 10-12 жыл салынады. Оның құрылысына 8000 жұмысшы керек. Ал іске қосылғаннан кейін 2000 адам жұмыс істеп, 50-60 жыл елімізді электр энергиясымен қамтуы тиіс. Қазақстанның ешкімге тәуелсіз энергия көзі болған дұрыс дейді университет оқытушылары. Енді атомдық электростанция бұл енді біріншіден негізі біздің энергия көздерінің бір дербес көзі болады. Бұл енді энергетикалық жағынан бір тәуелсіздікке әкеледі деп өзім ойлаймын. Өз елімізде өзіміз энергияны шығарып отырсақ. Бұл енді экологиялық жағынан жақсы. Бұл жаңағы электроэнергияның бағасына да өзінің әсерін тигізеді. Атом электр станциясын салу үшін онда бірнеше саланың мамандары қажет. Шетелдің жоғарғы оқу орындарында атом энергетикасы бойынша 54 мамандық дайындалады. Бүгінде Қарағанды техникалық университетінде осы мамандардың 30-40% даярланады. АЭС-ті пайдалану жөніндегі ядролық отын бойынша және реакторлық жабдық инженерлерін даярлау міндеті тұр. Атомдық электростанция жұмыс принциптерімен танысу практикалық дағдыларына ие болу үшін бірінші біліктілі курстарын өту керек мұғалімдер. Немесе жарты жылдық, бір жылдық тағылымдамадан өту қажет. Содан кейін ғана оқу процесіне жаңа мамандықтар, немесе жаңа пән, немесе жаңа силабусқа өзіміздің жаңа құзыреттерімізді енгізу дұрыс деп ойлаймын. Қазақстанда электр энергияның тапшылығы жылдан жылға көбейіп барады. Сондықтан бізге жаңа энергия көздері қажет. Егер де халық 6 қазанда референдумда АЭС-ті салуды қолдаса, бізде атом электр станциясы салынады. Жаңабек Нар, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.